Не үшін сіздің аяғыңыз ауруы мүмкін? Біріншіден, егер сіздің буындарыңызда қабыну процесі болатын болса, яғни артроз деп атаймыз, ол кезде сіз не істейсіз? Жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, бруцеллез ревматизм, C-реактивный белок тапсырасыз. Егер бұл показательдер повышенный болатын болса, ревматологтың консультациясын аласыз. Егер сіздің тізе буыныңыз қатты ауыратын болса, онда сізге рентгенге түсіру керек. Рентгенде егер бірінші, екінші стадия дейтін болса, онда консервативный лечение аласыз, яғни дәрі-дәрмекпен. Егер үшінші, төртінші стадия болатын болса, онда операциямен емделеді, яғни травматолог дәрігеріне барасыз. Екінші себебі ол нерв талғыштарының қысылуының әсерінен немесе қабынуының әсерінен пайда болады. Ол көп жағдайда грыжада болады. Грыжа бізде қай нерв талғыштарын қысып тұр, сол төңіректе ауру сезімі пайда болады. Ол үшін сіз МРТ-ға белгіңізді түсіріп, лечение алуыңыз керек. Және де егер сізде сахарный диабет болатын болса, онда полинейропатия болуы мүмкін. Ол кезде сіздің майда нерв талғыштарың зақымдалғаннан кейін екі аяғыңыз, екі табаныңыз сыздап ауруы мүмкін. Келесі себебі ол сосудтардың проблемасынан, яғни сіздің тамырларыңызда атеросклероздық бляшка пайда болған арқасында сіздің аяғыңызда қай тамыр бітеліп тұр, сол тамырдың төңірегінде қызарып, ауру сезім беру мүмкін. Сондықтан бірінші терапевтке барып осылар тексертесіз.